Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкасыз тез дайын болатын торт әзірлейміз. Алдымен кремін дайындап аламыз. Ыдысымызға какао салып, үстіне қант қосып, манк салып, жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан сүт құйып, араластырып отыратын боламыз. Біркелкі болғанша. Судан соң қатты отқа қойып қайнатып, астын басып қойып араластырамыз. Газден алып, үстіне 100 грамм сармай қосып араластыратын боламыз. Бетін салафанмен жауып, суығанша қоямыз. Ал енді форманы майлап, бетін пищевой пленкамен жауып, майлап, кремді саламыз. Үстіне печенье қойып шығамыз. Дәл осылай қайталаймыз. Бетін жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қоямыз. Тоңазытқыштан алғаннан кейін формадан алып, пленканы ашамыз. Міне тортымыз дайын, дәмді, әрі өте жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздерден лайк, пікір күтемін. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.